Келесі спикеріміз алғашқы қазақ блогиадасының жеңімпазы Асқар Базарбай. Асқар мырза, менің сізге мынадай сұрағым бар. Биыл форум 5-ші рет өтіп жатыр. Өткен жылдарғы форумдар мен биылғы жылдың форумының айырмашылығы неде? Өткен жыл мен биылғы жылды көбісі салыстырып жатады, бірақ былтырда біздің талқылаған тақырыптарымыз осы пандемия мен осы әртүрлі жалған ақпарат тарату жағын шалып өткен болатын. Былтыр айдостарым қатысты пікірталастар болды. Бірақ менің айтайын деген, біз бір былтырғы мен биылғы деп салыстырмай-ақ айтсақ болады. Өйткені осы Қазфорумның жалғасып жатқанына 5 жыл болды, бірақ Қазфорум қазақ контентінің, жалпы қазақ контентін тұтынушылардың, жасаушылардың алғашқы жиыны емес. Оған дейін де біз жиналып тұратынбыз. Әртүрлі атаумен блогкемп деген жиындар болды, интернет форум деген жиындар болды. Оған дейін сондай спонтанды түрде ұйымдастырылып жасалған жиындар болды. Ол жерде де біз көптеген қазіргі талқыланып жатқан мәселелер талқылайтын. Бірақ ол кезде, ол заманда біз блогер деп атайтындарымыз, біз жалпы контент жасаушылар деп атайтынымыз көбінесе жазба мәтінге жүгінетін болған интернет кезеңінде. Бірақ содан кейінгі жылдары мәтіннің көбісі, назардың көбісі видео контентқа ауысып кетті. Сонымен бірге интернеттің қамтылуы, Қазақстанда жалпы смартфондардың хитке айналып, әр адамның қолында смартфон болғанда, бұл трендті, жазбаша трендті көлеңкеге ысырып жіберді де, видео трендті алдыңғы фонға былай шығарды деп айтуға болады. Сонда сіздер смартфон жоқ кезде бас қосқансыздар ғой? Біз смартфондары жоқ кезде де бас қостық. Біз, ол кезде интернет деген тек қана жұмыстан ғана кіретін адамдар, сол интернет. Яғни қазір бізде аудиторияны бөліп қарауға болатын болса, жас аудитория кішкентай қазір талқылап жатырық қой. Үлкен аудитория, Инстаграм жабылайын деп жатыр, өйткені балалары әке-шешесімен бірге бір жерде отырғысы келмейді деген сияқты. Ол кезде бізде тек қана бір ғана аудитория болатын, ол көбінесе 20 мен 30-дың арасындағы жас маман, интернет желісі бар, жұмыста істейтін, көбінесе ол IT маманы, көбінесе ол интеллектуалды бір жұмыспен айналысатын маман, немесе ең кемі офисте жұмыс істейтін офис менеджер болатын. Сондай аудиторияның және көбісі жоғарғы оқу орнын бітірген, жоғары білімді азаматтар болғандықтан, ол кездегі контент сапасы мен қазіргі контент сапасын салыстыруға келмейді. Бірақ қазіргі әрине контенттің саны да, әртүрлі алуандығы да кеңейіп кеткен, өсіп кеткен. Инфодемияға байланысты көзқарасыңыз қандай? Инфодемияға көзқарасым, мен 2013-2012 жылдарда осындай факт-чекинг, жалпы сыни пайым, кез келген ақпаратты тексеру тәсілдері, логикаға салу, дерек көздерді тексеру деген тақырыптарды көбінесе біз талқылайтынбыз. Сол кездің өзінде де ол үлкен проблема болған, дезинформация деген. Пандемияның кезі тек қана бізге сол бір әлсіздікпен жұмыс істеу кереккен, соны жөндеу кереккен маңызын алдыңғы қатарға шығарып жіберді. Өйткені бұрынғы ақпараттар бізге тікелей біздің денсаулығымызға қатысты болған жоқ. Ол айдалада бір болып жатқан нәрсе. Мысалға бір террорист пәлен жерде бір лаңкестік жасады десе, бірақ оны жасамаған болса, біздің өмірімізде ештеңе өзгермейтін. Ал пандемия кезінде ақпараттың шындығы, ақпараттың ақиқаты тікелей біздің денсаулығымызға қатысты болды. Тікелей өзімізге, жан-жағымызға, туысқандарымызға қатысты болды. Яғни ешкім ол ана жақта болып жатыр, маған дым қатысы жоқ деп немқұрайлы қарай алмады. Бірақ соған қарамастан, сол біздің бұрынғы әдетіміз, қауесетке сену әдетіміз бізде орға жықты сол кезде. Сондықтан, мен ол пандемияның кезінде инфодемияға жеке басым өзім дайын болдым деп айталам, бірақ әрине таныстарыңды, туыстарыңды оған демнің арасында көндіру өте қиын. Сол жағынан өте қиын болды инфодемияның кезі. Бүгінгі форум сіз үшін қалай өтіп жатыр? Бүгінгі форум бастамасы жаман емес, жақсы, жарқын нотада, жарқын басталды. Осылай жалғасып, осылай өте қызықты және баршаға пайдалы өтеді деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Біз әлі де эфирімізді жалғастырамыз.